Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы таң баршаңызға. Іштеріңізде капельный система туралы қызыққандар болыпты, ол қандай болады, қандай құралады деген сауалмен айтып өте кетейін. Біріншіден, мына бочкадан басталады. Бастысы, бізде бір тонналық бочка. Бочкаларыңыз жоғарыда тұрғаны жақсырақ, өйткені су басыммен ағады. Сөйтіп, мына бочкадан елеулік трубалар кәдімгідей ешқандай тесігі жоқ труба болады. Мынандай өздерінің поворотниктарын өлшеп алып аласыздар ғой. Басында крайнигі болады, былай ашып жауатын, қаласаңыз ашасыз, қаласаңыз жауасыз. Сондай елеулік трубадан басталып былай кеткен бізде. Осы елеулік трубаларға бағана айтып өткендей кәдімгі елеулік пластмасс труба болады. Анандай тесіктері болмайды, өзінің специально боры болады. Бұр шурповердің басына қойып тесіп алады да, сосын мынандай крайнигі болады специально. Сол крайнигini қояды, басында мынандай резинка болады, су қой жермейтін. Крайнигini қояды, крайниктен кейін мынандай шлангысы болады. Әр 15 сантиметрде тесігі болады специально. Бұл тесікті капель тамшы қылып тамып тұрады су болғанда, су қойғаныңызда. Мына крайнигini керек болса ашасыздар, керек болса жауасыздар. Сөйтіп мына шлангысын рулонда сатады. Бұны метрлап бермейді. Бір рулонын аласыз. Қалған артып қалсақ, кейінгісін кесте жетпей қалса жаңа бір рулон аласыз, сол сияқты ғой. Бұны метрлап сатпайды. Сол мына елеулік труба болады. Кейін іштеріңіз айтылыпты, теплица емес, поляға, ашық поляға қалай болады. Оған да жақсы болады. Суларыңыз тежеледі, дәрілеріңіз артық жағып кетпейді. Өткенде видеода кім көрді, көрмеді. Бір жері көлдеп, бір жеріне су жетпей қалмайды. Дәрілеріңіз точно сол көшеттердің астына түседі. Сол жақсы тамандары бар. Бұны әшейін өздеріңіз үйде істесеңіздер болады. Именно сол бір ұстаның шақырып істету керек жоқ деп ойлаймын. Бұны қайнатам мен күйеуім істеген. Ондай қиын жай жоқ. Бір істеп алсаңыздар, біраз жылға дейін жетеді. Если арықтың суынан суаратын болсаңыздар, мына капельный системаларыңыздың тесіктері, мынандай тесіктері болады. Тесіктері лайға толып қалады. Жоқ, біз крандан или құдықтан суарамыз десеңіздер, 2 жылға дейін жетеді мына системаларыңыз. Егер арықтан суаратын болсаңыздар, 1 жылдық болады. Өйткені лайға толып қалады. Фильтр болмағанның себебінен лайға толып қалады. Не таманы көп, абзалдық тамандары көп. Кешегінде менде міне бәдіріңдарға су қойдым. Бәдірің, мына жағыма баклажан, дүнған қалампыр ектім, кеше ектім мұны. Сол кімге қызық болса, лайк басып кетіңіздер, подписаться болуды ұмытпаңыздар, комментарияда пікірлеріңізді күтемін.